Hey, bäriңize selam dostlar. Сиздер менен бирге мен Фатина. Бүгүнкү видеого кош келиңдер достор. Бүгүн биз кечээги YouTube House жалгастырып салатын болобуз. Алып кеттик достор. Бәрин дел солой салатын болобуз. Бул бизде экинчи этаж. Үчүнчү этажды келеси видеодо түсүрөтүн чыгарым деген ойдомун достор. Достор, жана эле сиздерге көп рахмет. 388 подписчикке жеттик. Энди осулай подписчиктер жинай берип 1000 подписчикке жеткизип салайыкчы менин каналымда. Башка да кызыктуу видеолорду көргүлөрүңүз келсе, менин каналымдын комментарийсине жазып кетсеңиздер болот. Комментарийге жазып кетиңиздер. Өз идеяларыңызды коссоңуздар болот видеого. Так, достор, жок, буяк бизде ак түсүм болот. Достор, менде бир идея болуптур. Осы четке кичигирим балкон бирдеме салып. Осулай тура берсин. Бул жерде өзүбүзгө балкон ретинде бирдеме салып коебуз.
Так, достар, біздің YouTube хаус қалай шығып жатыр? Достар, өздеріңіз білетіндей, менің каналым описаниесінде мен өзім неше жаста екенім жазғанмын. Өздеріңіз білетіндей, мен 13 жастамын, бірақ өскеннен кейін осы YouTube хауста мен ғана емес, мен қасыма тағы да ютуберлер алып, бәріміз бірге осы жерде тұрып Майнкрафт туралы видеолар түсіретін боламыз, достар. Достар, алдыңғы бөлімде көргендеріңіздей, біздің YouTube хаусымыздың кухнясы үлкен болады, себебі алдыңғы YouTube хауста онша адам сыймайтындай ғана болып салынған болатын. Адам сыймайды ол YouTube хауста, онша көп орын жоқ ол YouTube хаустың кухнясында. Достар, неге мен кілең бүкіл YouTube хаустарды қызыл түспен салады деген сұрақтарыңыз бар шығар. Сол сұрақтарыңыз болған адамдар бар болса, араларыңызда сол адамдарға мен жауап беріп кетейін. Себебі YouTube'тың логотипі ақ пен қызыл түсті болғандықтан мен YouTube хаустың бәрін осындай ақ пен қызыл түске салатын боламын. Так, достар, бізде бәрі дұрыс. Осы ортадан бөлеміз. Ояқта бізде 2 комната болатын болады, достар. Сондықтан ортасынан бөлуіміз керек. Достар, 3-ші этажды біздің YouTube хаустың мен келесі видеоға салатын боламын. Сондықтан келесі видео шығамын дегенше
мен сіздермен біргемін. Сонда да каналға тіркеліп, лайк басып кетейік достар. Видео сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Каналға видеолар тезірек шығаруға тырысып жатырмын достар. YouTube House салшы деген адамдарға өз алғысымды білдіремін. Сіздердің мен қолдағандарыңыз арқылы мен осы YouTube House салып жатырмын дәл қазір. Қолдауларыңызға рахмет, менің подписчиктерім. Достар, жазда каналда видео шықпауы мүмкін, себебі мен басқа қалаға кетуім мүмкін. Басқа қалаға барып жатсам, сіздерге влог видео түсіруіме уәде бере алмаймын, бірақ сонда да түсіруге тырысатын боламын достар. Ол влог видеода менің түрімді сіздер анық көре алатын боласыздар. Я білем, мен бұл каналға әлі өзім түрімді көрсетпегем. Менің түрімді көруге асығып жатқандар бар болса, жазғы демалысқа дейін күте тұрасыздар. Сол кезде сіздерге барынша тырысып, влог видео түсіріп, сояқта өзімнің түрімді көрсететін боламын достар. Жазғы демалыста кім қай қалаға немесе қай жаққа баратын туралы осы видеоның комментариясына жазып кетіңіздер достар. Сіздерде қандай план құрып жатырсыздар? Достар, мен өзім подписчиктеріммен бірге суретке түсем. Егер сіздер мені кездестіріп қалып жатсаңыздар, егер мен подписчиктерім арасында Қызылорда қаласының тұрғындары бар болса, Қызылорда қаласында тұратындар бар болса, мені көшеде көргенде суретке түсуге келсеңіздер болады. Мен сіздерге отказ бермеймін. Себебі мен өз подписчиктерімді жақсы көремін. Міне достар, бүгінгі видеоны осы жерден аяқтайтын шығармын. Біздің бүгінгі YouTube House осылай шықты. Пока осылай тұра тұрсын достар. Сіздерге YouTube House қалай? Сіздерге бір обзор жасап шығайын осылай.
Mineki dostlar. Kelesi bölümde biz YouTube House'ның 3-cü qavatını salатын bolamız. Sендермен болған мен Фатина. Ал сау болыңдар достар. Достар, егер сіздер YouTube House салғаным туралы бірінші бөлімді көрмеген болсаңыздар, ссылкасы описаниеге қалдыратын боламын. Сіздермен болған мен Фатина. Сау болыңдар достар. Сіздермен сау болыңдар дегендей. Бұл жолы шынымен де сау болыңдар.